Бәріне сәлем достар. Бүгін біз сіздермен тауық етінен жасалған слоеный салат немесе қатпарлы салат дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ең алдымен қайнатылған қызылша мен картоп, қайнатылған сәбіз және жұмыртқа қажет. Сонымен қатар ысталған тауық еті, сыр, майонез керек болады. Ең алдымен дүкеннен сатып алынған осылай ысталған тауықты видеодағыдай жіңішке етіп турап кесіп дайындап аламыз. Тураған кезде мен кубиктеп турадым. Сіздер өз қалауыңызға қарай соломка немесе басқаша етіп те тураларыңызға болады. Ысталған тауық етін қолданғыларыңыз келмеген жағдайда өздеріңіз үй жағдайында тауықты пешке пісіріп немесе қайнатып турап қоссаңыздар да болады. Тауық етін турап дайындап болған соң, келесі кезекте сырымызды үккіштен өткізетін боламыз. Үккішімізді алып, қарапайым әдіс осылай үккіштен сырымыздың барлығын өткізіп алатын боламыз. Маған осындай сырдың бір тілігі жеткілікті болды, яғни 250-300 граммдай сыр қажет болады. Келесі кезекте үлкенде формадағы тарелкамызды алып, осындай формаға салатымызды жинап бастайтын боламыз. Ең алдымен картопымызды үккіштен өткізіп, формочканың ішіне осылай бір келік етіп тегіс қылып салып шығамыз. Оның үстінен тұз себеміз. Одан соң майонезімізді алып осылай сеуіп шығамыз. Қатты көп себудің қажеті жоқ. Бір қатар жүргізіп өтсеңіздер жеткілікті. Келесі кезекте сәбізімізді дәл картоп сияқты үккіштен өткізіп, форманың ішіне салып шығамыз. Форманың ішіне үккіштен сәбізімізді өткізіп, қасықпен осылай бір келік етіп тегістеп шығамыз. Оның үстінен кішкене тұзымызды себетін боламыз. Және одан соң тағы да майонезді жүргізіп шығамыз. Майонезді әр қатарға себу маңызды, себебі салатымыз құрғақ болып қалмауы қажет. Келесі кезекте туралған етімізді сәбіздің үстінен салып шығамыз. Етіміз сәбіздің барлық жеріне тиіп тұратындай етіп, жақсылап бір келік етіп саламыз. Келесі кезекте үккіштен өткізіп дайындап алған сырымызды тауықтың үстінен салатын боламыз. Сырымызды бір келік етіп, салатымыздың барлық бөлігіне тиіп тұратындай етіп, жақсылап салып шығамыз. Одан соң оның үстінен тағы да майонезімізді сеуіп аламыз. Майонездің үстінен қайнатылған жұмыртқамызды үккіштен өткізіп саламыз. Жұмыртқадан кейін салатымыздың соңғы бөлшегі қайнатылған қызылшаны үккіштен өткізіп алатын боламыз. Үккіштен өткізіп алған соң қасықпен салатымыздың бетіне тегістеп шығамыз. Осылай салатымыздың соңғы бөлшегін салып алған соң форманы шешетін боламыз. Форманы шешкенде асықпай, ұқыпты шешу керек. Салатымыз осылай қатпарлы болып шықты. Салатымыздың үстінен майонезбен немесе өзге де заттармен түрліше етіп безендірсеңіздер болады. Мен майонезді қолдандым. Осылай бірнеше бөліктерге бөліп, майонезді жүргізіп шықтым. Салатымыз өте дәмді болып шықты. Сіздер де үй жағдайында міндетті түрде жасап көріңіздер. Дайындалуы өте жеңіл, әрі ингредиенттері де өте қарапайым. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.